кездесуіміздің басты мақсаты айтып кетейін. Тарихымызда айрықша орны бар бірегей тұлға Алаш жұртының перзенті, халқымыздың дағдарысқа түскен уақытта ерекше қайраткерлік көрсеткен ұлтқа қызмет етудің жарқын үлгісі Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылда қалай аталып өткен туралы талқылап, және де мансапатпен бөлісу. Үлес қосатын. Енді біз осы жиналу себепші болуы Ахмет Байтұрсынұлы туралы кішкене шағын мәлімет айтып кетейін едім. Ахмет Байтұрсынұлы 1972 жылы 5 қыркүйекте Қостанай облысы Жанбеті ауданы Сарқыбек ауылында дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынұлы ең бірінші осы қазақтың төл әліпбиін араб жазуына негізделген қазақтың төл әліпбиін жасап кетті. Оны қазіргі таңда төте жазу деп атаймыз. Енді төте жазу негізінен 1912 жылдардан бастап қолданысқа енді деуге болады. Содан кейін бірқатар белгілі бір уақыт пайдаланды осы төте жазу деп. Қазіргі таңда да мысалы Ахмет бабамыз жасап кеткен әліпби мынау Қытай елінде тұратын. Оны жаңағы Мұхаммеджан Сералин шығарып, бірақ бұл газетте, бұл журналда да Ахмет Байтұрсыновтың мақалалары шығып тұрған. Енді мен өз тарапынан айтсам, мен бұдан 25 жыл бұрын Ақан туралы пьеса жаздым. Ол пьеса «Алғыс пен қарғыс» немесе «Жарық пен көлеңке» деп аталады. Бұл пьеса ұлт болмысы деген республикалық бәйгеде сыйлық алды. Қадібек Ерімхан деген ағаларым бар композитор. Сол кісінің жаңағы «Аға туралы ән» деген әні бар. Бұл әні неде поистерге кірсеңіздер, интернетте бар, жақсы әдемі ән. Біз енді Ақан арналған сол кейіннен Қадібек музыкасын шығарды, мен сөзін шығардым. Одан басқа Ақан туралы жазған мен біраз өлеңдерім бар. Жақында Алматыда Алатау дәстүрлі кинотеатрында Ақан арналған мүшайра болды. Сол мүшайрада мен қатыстым. Сол мүшайраға барып Ақан туралы сөзімді айтып өлеңімді оқыдым. Торғайдың қызы Ақанның ғашығы. Ал енді біз қазір Бәдірисапан Ақанның ғашығы ұрады. Бәдірисапан Ақанның ғашығы емес. Сүйген жары болғанда Құдай қосқан қосағы болды. Біз ондай мәселені, оны қазір анау орманшыда туды деген сөзді ол өтірік. Мен өзім версиям. Біз Томскіге бардық қой? Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына байланысты Ахмет жүрген жолмен деген біз экспедиция құрдық осында. Оны облыстың әкімшілігіне тендер арқылы оны қаражаттандырды. Соған сол 3 адам мен баруым керек еді, мен денсаулығыма байланысты қалдым да, Абылай Мауданды білесіңдер ғой? Ақын журналист, соны жібердік. Сосын жаңа Ибрагим деген ағай бар, соның ауылынан осы сол енді былай өлкетанушы кісі. Сол оператор 3 адам анау Москваға, жаңағы Архангельскіге барды, Москваға барды, Ахметтің табан тиген көп жерлерге барды, Семейге барды, Қарқаралы, Ақтөбе, Бакуге барды. Бұл жерде Әлихан Бөкейханов арқылы Горкийдің әйелі Пешкова, Елена Пешкова дейтін Қызыл Кресті басқарып тұрады, сол Қызыл Кресті Пешковаға айтып, хат жаздырып, соған сонымен Ахмет Байтұрсыновты Бәдірисапанның жанына ауыстырады. Сол Бәдірисапанның жанында бір жылдай отырады. Сөйтіп 34 жылы август айында күзде сол неге Алматыдағы қазіргі музейі тұрған үйге келеді, сол үйге тұрады. 34 жылдан бастап ұсталғанға дейін 29 жыл ұсталады. Қызылордаға бір жас тілшілердің жиналысына шақырады, сол жерде ұстайды. Ахмет Байтұрсынұлы туған Сарытөбе қонысында кезінде енді шында да Ахмет Байтұрсынұлы туған деген арнайы бір жергілікті халықтың күшімен шағын ғана бір саманнан үй тұрғызылған еді. Көптеген жылдар бойы осы үйде Ахмет Байтұрсынұлы туды деп солай есептедік. Енді сол үй ма, басқа үй ма, бірақ сол қоныс екен, ол бәрімізге де белгілі, ешкімді дауласпайды.
Сарытөбе қонысында осы Ақкөл ауылы маңында Ахмет Байтұрсынов туған екен. Сол жерде биыл мысалы арнайы жаңадан заманауи кірпіштен салынған, жабдықталған электр тоғымен жабдықталған көптеген арнайы экспозиция жасалған осы Ахмет Байтұрсынұлының балалық шағына деген сондай көріністермен әдемі үлкен зәулім сол музей үй салынды. Сол музей үйдің алдына мысалы туысқандары арнайы ақанның бюстін орнатты. Ол бір содан кейін Ахметтің 150 жылдығына арналған мысалы Торғай өңірінде спорттық шаралар өткізілді. Одан басқа үлкен айтыс өтті, бабалар аманаты мысалы. Бұл айтысқа республикалық мысалы өзіміздің көптеген танымал, елге танымал айтыскерлері қатысты. Ахметтің 150 жылдығын атап өту тойлары. Мысалы Қазақстанда да және ЮНЕСКО шеңберінде де мысалы кеше ғана Парижде өтті мысалы. Деген енді біздің облысымызда арнайы ауыл бар, бір ауылдың аты берілген. Одан басқа биыл мектептер бар, көшелерге атаулар берілген, есім берілген. Және биыл халықаралық аэропорт, әуежай дейміз ғой, біздің Қостанайдағы. Осы Ахмет Байтұрсынұлының есімі берілді. Түркітанушы. Сондағы түркі елдеріне керемет беделді болған енді сол кісі. Сондықтан да сол ғалымдары есінде бәрі солай жалғасып берген ғой. Енді кімнің өткенде интернеттен оқыдым, Олжас Сүлейменовтің айтқан сөзі бар екен. Түркітану ғылымы сол 26 жылдан кейін сол күн жоғалды әлі дамыған. Видите, қандай ол кісі сондай беделді, сондай өте терең түркітанушы болған. Сол енді. Сұрақ бар екен. Басылым Ахмет Байтұрсынұлы республикамыздағы 200-ден аса көшеге ат берілді, 39 мектепке ат берілген. Қостанайдағы халықаралық әуежайға ресми түрде осы атамыздың аты берілген. Және де туған жері Сарытөбе ауылы Ахмет атамыздың атын алған. Сол жаңасы ойларыңызды айтқан ойларыңызға мұнда бір шексіз алғысымды айтамын. Оқушыларға құнды болды деп ойлаймын. Арыстарымыздың есімін анықтап болғақты істі жалғастыру ол біздің халқымыздың парызы деп санаймын. Сондықтан қазір мен бүгінгі кештен естелік ретінде мен сіздерге сыйлық табыстағым келіп еді. Ол осы жақында мектепте тұсаукесері болған Серікбай Оспановтың «Ұлт ұстаз» атты кітабы